Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Такси деп мінген көлігі бүйірінен тисе тепкілейтіндей амалсыз тепеңдейтін шабанат секілденіп, жүрісі маңдымай қаладан шыққалы 4-5 тоқтады. Тоқтаған сайын Нұртай шопыр капотын ашып тастап, иінесі түсіп кеткендей үңілет. Тоқтаған сайын бұл да түсіп, шеті мен шегі жанарына сыймайтын құлаздүзді айнала шолыды. Жұмыстан 3 күнге демалыс алып, көптен бері бұларды бөлектендіріп, ауылдағы ескі қорымына тыныш қоныс тапқан әке-шешесінің басына келіп қайтпаққа шыққан еді. Әлі тегіс көгере қоймаған дала көзіне ерекше жылы ұшырайды. Көк аспан да ақ шабасын бері жақындатып, көкшіл торғын бұрынғыдан тұнық көрінгендей. Шопырмен бірге қайта жағаласып, маң даланы көз тоқтатып бір қара іздегендей қарсы алдына мелшиген күйі көңілімен қара жолды қуалап, естеліктерін ойына қайта ақтарды. 500 шақырымдай жолды қысқартып әуре. Әке-шешесін көз алдына әкелген сайын ұзақтағы мезеттік болса да, әсері ішін жылытуға жарайтын фильм көргендей болды. Міне, мына естелігінде жасы 8-де шамасында әкесінің тізесінде еркелеп отырғаны, әкесі екеуінің қой кезекке барып, жауын жауып кетіп, оқуға ала шыққан кітапты су болмасын деп, бұның мәйкесіне тығып, оған өздері мәз болғаны, әкесінің соңғы сәтте бұған әлдене айтқысы келіп оқталып, ақыры ештеңе айта алмай кеткені. Міне, мына естелігінде алғашқы велосипедін алған қуанышы бар. Көкшіл Уральс болатын. Соңғы кездері шешесінің дауысы құлағына келгендей болды. Бұрындары ата-анасы неге ұзақ өмір сүрмеді екен? Айталық, кемі 110 жасқа жетсе ғой дейтін. Қазір ойлап көрсе, ол ойынан өзі шошиды. Егер бұл өзі 100 жылға дейін өлмей қойса, өте кәрі әрі өте мазасыз адам кімге керек болар еді? Немерелері түгілі, балалары қажып кетпей ме? Осы кезде бір жазушының әңгімесі ойына оралды. Авторы кім еді? Снегиров болуы керек. Онда бір жігіттің әжесі алжи-алжымас шығып, әбден қартайып қайтыс болады. Әке-шешесі қауырт жұмыстан босамайтын болып, жігіт досын ертіп әжесінің күлін алуға крематорийға келеді. Жас адамның ондай жерге бірінші рет келуі, күл салынған ыдысты ашып, саусағын тығып, одан аузына салып көрді. Сөйтсе адамның сүйегінің күлі өте майлы болады екен. Екі жігіт сол жерде таңғалып, мәз-майрам. Жігіт әжем өлді-ау дегенді ешқандай қайғыру сезім жоқ. Әңгіменің қатал екені рас, бірақ шыншыл. Бұл ұрпаққа ренжуге бола ма деп ойлап кетті. Өмірдің қатал шындығы бар десе де, бәрібір әке мен шешеге жетері жоқ. Қазір міне есейді, шын мейірленіп, елжіреу көңілмен айналайын дегенде ешкімі қалмауға айналды. Адам есейген сайын жақын адамдарды азая береді екен. Телефоны дыз етті. Әлеу, қай жерде? Немере атасының даусы шықты да, ар жағы қаңғыр күңгір етіп, байланыс жоғалып кете берді. Елдің бәрі көшкенде ескі жұртта қозғалмаған немере ағасына кеше жолға шығатынын айтқан. Сол ағасы інісінің қай жерде келе жатқан сұрамақ болғаны анық. Отыра белі талдау дегенде алыстан ауылдың қарасы көрінді. Көз ұшындағы басын жерден көтермей жайылған 4 аяқтының қарасы тым селдір. Ақшаң көтеріліп ауыл шетінде іліккенде кәрі адамның әр жерден бір сойдиған, кетіңкі түсі құсап қалған 5-6 қоныстың ішінен ағасының үйі көзіне оттай басылды.
әке шешесін көшіріп әкеткелі келіп тұрғаны осы-ау. Қақпа алдында жаулығы ағараңдаған бір кемпір маңдайына күн салып бұлар жаққа ұзақ қарады. Жақындаған байқады. Кемпір дегені денесі қаңылтақ тартқан көне камзол қалпылдатып баяғы ақша маңдайының әжімі қалыңдай түскен Дариға жеңгесі екен. Бұған құшағын жайып қарсы жүгірді. Айналайын аққайным деп емеренгенде сәт арасында жеңгесінің жанарына бір ерекше жарқыл қонғандай. Заманда сырлы зерендей ажары келіскен ақ адам еді. Жеңгесінің мына жүдеу жұпыны қалпын көріп көкірегі шым етті. Уақыт жүрген бұл кісілерді де жайына қалдырмапты. Ал қош келдіңдер, ойбой, сопайып жалғыз келгенбісің? Ой, сен де бір бала шағаңды ертіп келмейсің бе? Ал кір, төрле, ағаң монша жағып жүрген. Үйдің есігін ашқанда бала кездегі таныс иіс мұрнына келді. Баяғыда әке шешесімен талай рет ағаларына қонаққа келетін. Сол кезде де құрттың, майдың, суының иісі араласқан осы қошқылтым иісі шығып тұратын. Жеңгесі қайным келді деп баяғыша құрақ ұшып бұған біресе құш жастық әкеліп біресе хал жайын сұрағыштайды. Келінде жарқылдай амандасып бұны сирек көрсе де қуанған сыңайы бар. Бала шағасын түгел сұрап шөлдеп келген шығарсыз деп көже толы кесені қолына ұстатып кетті. 7 жыл бұрын тойларында бір, кейін әке шешесін қорымға әкелгенде бір көргені бар. Сонда адамға да мына жарық дүниеде жатырқамай маңқия қарайтын момақан бала көрінген. Жанарының нұры сарқылғанша қарауға тұрарлық сүйкімді адамның көйлегінің кеңейіп, бетіне ноқта түскенін байқап, ішінен туф-туф деп түкірігінің ырымын қылды. Я Құдай, аға жеңгемнің көптен күткен қызық еді. Ұзағынан деген шын тілеуімен. Дариға жеңгесі қазан ошағына әуелден мұқият адам. Үй ішінде сол ұсынықты қолдың жылуы әлі тұр. Осы үйдегі келіннің де үй ұстауға үйлесімі бардай, мұнтаздай, жаңа көрпе төсегі мен сәнді терезе жабын қонақтың көңіл қошын келтіруге жарап жатыр. Бір кезде ағасы келді. Әке шешеңнің басына келіп кетейін дедім дейсің бе? Дұрыс екен. Әйтпесе бір соғуды білмейсіңдер деп бір қойды. Қалаңда не жаңалық? Әлгі жамандарың неғып жүр? Өзіңмен бірге неге алып келмегенсің? Ата мен әжеңнің бейітін көрсетпейсің, бірақ олар да осы күні босамайды дейді ғой. Қызметке баратын адам сияқты әр күні сағатымен жазылып тұратын көрінеді ғой, деп бір күңкілдеп алды. Сосын көп сөйлемейтін адам өзімен өзі отырып қалды. Бұл кісіні жас уақытында бөтелкеге қырын қарамайтын, теңселіп жүрген кезі көп дейтін. Сонысы болмаса ешкімге зияны жоқ ақ көңіл адам. Бір кезде ағасының ұлы кірді. Сақал қойып, онысы өңіне сұс беріп, жасына жас қосқан ба, әйтеуір қабағы шытынап, жүзі сесті, ересек жігітке айналыпты. Селсоқтау келіп, қолын берді. Монша жағып едік, ет әзер болғанша шайынып алсаңшы, деп бәйек болған жеңгесі асқа отырғанда ет толы астауды бұған қарай ығыстырғыштап, білем құйрық майды алдына тастады. Әуелде солай, тек бұл емес, басқа қайныларына да қабағы тәуір. Қайным-ау, алсайшы, жесейші. Онның арасына салып сақтаған сары қазы да бар арасында. Жолдан келдің ғой, елдің дәмін сағынған шығарсың. Келініңнің сыбағасын беріп жіберем ғой. Марқаның балбырап піскен етін сағынып, жегесін астың төресіндей. Байқайт, бұған іш же дегеннен өзінің табаққа қолын созуы сирек.
өзің алмай отырсын ғой жеңеше. Ас табақтың қасында жүрген адамның аузы құр жүре ме? Өзің ала отыр, бізге қарама. Қайнаға, өзіңнен үміт күтетін еді. Шүкір, азамат болдың. Олар да баламыз келді деп бір аунап түсіп жатқан шығар жарықтықтар. Қайнаға мен абысын жақсы адамдар еді ғой. Жатқан жерлері жарық болсын ол кісілердің. Ағасының әңгімешіл еместігін байқатпай дегендей жеңгесі әрнені бір қозғай бастады. Неге екені бәрібір бір тосаңдық бардай. Көптен көрмегеннен бе, әлде осы күнгі ағайын арасы баяғыдай емес пе? Шайға отырғанда да ақтарылып кете алмады. Отқа жайылған сиырдың қою қаймағы сап-сары, көктің дәмі бар сары майы таңдайды ерітеді. Бұл өзі қайнатқан құртпен ішкен шайға жуық маңдай қанбайтын сияқты. Тары салып ішсейші, былтыр қуырған едік, әлі күтіліп тұр. 3 литр бәңкімен сендерге де салып жіберем, деген жеңгесі шайдан ғана ақырын ұрттап отырды. Бұлар есік алдына шыққанда күн кешкіріп қалған екен. Осы сен өзің мәшіне алдың ба? Деді ағасы тісін шұқып тұрып. Жоқ, бір көлік мінетін уақытың болды ғой. Әке шешең аман отырса әперер еді. Біздерде көмек болмай жатыр, деп қипақтағандай болды ағасы. Ой, сіздерден не көмек күтем? Өзімде алам ғой бұйырған күні. Тиын тебенімді ыңғайлап жүрмін әзірге. Бәсе, сөйтші. Мәшін алсаң, жеңешең орындарыңның жабынын тігіп берер. Смерлігі бар ғой, білесің. Баяғы іс мәшіне әлі істеп тұр. Тек соңғы кезде тамағынан жөнді ас өтпей, шамалы мазасы кетіп жүргені болмаса. Жеңгемнің бе? Бәсе, өңі жүдеу көрінгені сонан екен-ау. Қашаннан? Ой, қыстан бері. Әлде былтыр күзден бері ме? Дәрігерге қаралды ма? Жоға, дәрігер бар ма маңайда? Ол үшін 400 шақырымдағы қалаға бару керек. Майса салманың ызғары бар ма? Мойшадан кейін желеңдеу шыққаннан ба, тұла бой бір түрлі шіміргендей болды. Жеңеше, мен қалаға жүрсен қайтет, дәрігерге қаратайын, деді. Ертеңіне шайды ішіп бола келгенде жеңгесінің қабағы дір еткендей болды. Ағаң айтты ма? Бірдеңе мазалап жүргені рас. Кешегі келген көлік қайтам деген орын болады. Тұраптың нұртайы ғой. Лекпелеп жүрген нәрсе ол да, соғанда шүкір. Бірақ қайдан? Шыға алмайсың-ау. Мына малды қалдыратын кісі жоқ. Биыл 4 сиыр бұзаулап тұр. Қалаң да қазір. Аттап бастан ақшаң болмаса қаралада алмайсың. Мыналардың ас суы тағы бар. Келін болса күніне жетіп отыр. Қойшы жеңеше, үйдің тірлігі біте ме? 2 еркек отырып малды қарайтын шығар. Өзім ертіп жүріп қаратам. Дәрігерлер не айтат, соны түгел жасаймыз. Тәуір боласың. Келінді қалай жалғыз қалдырам? Күйеуі қасында емес пе? Неге уайымдайсың? Үйбай, сен білесің ғой. Жеңгесі үнсіз қалды. Сиыр сауам, күл шығарам деп жүріп, өзі 7 жыл дегенде әрең көтергенде. Жеңгесі қайнысына беріп жіберейін деген майын былғап отырып күбісінде. Бірдеңенің жұтқыншағына тіреліп, кейде жұтып, түкірік өтпей қалардай жайсыздық сезінетін өз алдына жан дүниесінің уайым семіп, жаншып, жапырып, жайпап келе жатқанын, тегін еместігін өзі де іштей топшылайды. Кешегі көлік бүгін кері шығады екен. Қалаға жүрсең, қалдырма деп айтып қойғам. Жеңгемді ала кетіп, дәрігерге қаратсам, қалай қарайсыз? Деді ағасына қарап. Апамды ма? Қалаға ма? Ағасынан бұрын інісінің даусы қатқыл шыққандай болды. Дәрігерге көрінгені дұрыс қой. Әуре болып қайтесіз? Қаңқыл-сыңқылсыз адам бола ма? Осы жүргенде сау адам жоқ. Бәріміз ауруымыз.
Ол кетсе біз қайтеміз? 4 сиыр тұр, қалаға барғанда тегін ештеңе жоқ, қаралуға ақша керек. Ауырған адам әуелі қаралмай ма? Дәрігер емін айтады ғой, мүмкін дәрі берер, не болса да ерте бастан қаратайық. 4 сиыр туып тұр дейсіңдер де, ақша жоқ дейсіңдер. Енді қайтейік? Қарап отырғанымыз бір мал болғасын. Қарттар әлі пенсияға ілікпей отыр ғой. Осы жұрт келсе неге тып-тыныш қана өз жайына келіп кетпейді екен, деп күңкілдеді інісі орнынан тұрып бара жатып. Мән бермеуге тырысты. Сол іші боқ, сырты түк малдың қасында ұзамай ғұмырларының түгесілуге айналды емес пе дегенді айтқысы келген. Жә, барса барсын, деді ағасы. Тек баласы қасына ере барсын. Мен малға қараймын. Әуелі бармаймын деп тулаған інісі ақыры ере шықты. Келе жеңгесін клиникаға апарды. Тексеруден өткізіп, сынама тапсырған соң бірнеше күн күттіруге дәрігерлер бір ауыздан. Кесел асқынбас үшін операция жасау керек. Әлі де қарекет қылуға мүмкіндік бар. Тек науқастың өзі тезірек бір шешімге келуі керек десті. Жеңгесі үндемеді. Жеңгесінің операцияға келістім деген кесімді сөзін ести алмағасын жөндеп сөз күтіп інісіне қараған. Біз соны пышақ тигізбейміз бе деп тұрмыз. Жараға пышақ тигізген дұрыс болмайды өзі. Әнеу Сақыпбай ше, біздің ауылдағы. Осындай болғанда операцияға барып еді, не болды ал? Содан оңалмай қайтты ғой. Сақыпбайды білмеймін, қазір медицина дамыды ғой. Жеңгемен ерте бастан жасалса жақсы болып кетеді. Ой, қазір докторлар тегін жасаушы ма ет, ақша сұрайды екен ғой. Анау қара өзек жақта бір жақсы емші бар көрінеді. Кекіртті сары майға езіп ішкізеді дей ме? Әйтеуір барған адамдар жақсы болып кетіп жатыр екен. Апамды сол халық еміне апарсақ па деп тұрмын. Дәрігер не үшін сонда? Еміне әкесінің құнын сұрайтын шығар. Тіпті сұраса да адам жаны үшін табады ғой. Ой, сұрайтыны белгілі ғой. Ақша қайда оған? Немді берейін? Вақтаға барып тапқаным үйдегі адам мен малдың тамағынан ауыспайды. Кеше айттым ғой, қарттар пенсияға 1 жыл қалды. Қарап отырғанымыз 4 сиыр мен 20 қой. Жә, сұраса өзім көмектесем. Кредит алсам да, жеңгем тәуір болса болды ғой. Көмектескіш болсаң, жаман ініңе бір айдарға ескі машина әперсейші. Ауыл арасын айдап жүрмеймін бе? Ағам әперді деп інісі қалжыңдаған болды. Бұл енді жеңгесіне бұрылды. Жеңеше, өзің айтшы, операция жасатасың ба? Жан өзіңе керек қой. Мен не дейін? Інің керек емес деп отыр ғой. Керек емес, жасатпайды, деді інісі нықтап. Қаралам деп 1, операция деп 2, одан күтімім деп айлап жатады екен. Үйдегінің де уақыты жақын. Сонда біз ана жақта өз асымызды өзіміз пісіріп жүреді екенбіз. Одан да үйге қайтамыз. Емшіге апарам, жақсы болады. Бәрі Алланың қолында. Алып кетем десе операцияңа қарамайды ол. Жеңгесі күрсінді. Қабырғасын суық жел сияқты жанай өткен осы бір күрсіністі қайнысы түсінгендей. Інісіне мұндай жыны келмес. Тура бір көкірегінен көк жұлын дүлей кіріп кеткендей ыза қысты. Не деген су надан адамсың ей. Дәрігерлер үміт бар деп тұр ғой. Неге түсінбейсің? Су надан дейсің бе? Аға дегенге не өзіңше болып тұрсың? Інісінің бұған қараған алақандай екі көзі өңмейінен өтіп барады. Сонда оқымысты болып кеткен сен бе? Көп болса диплом алған шығарсың, көп болса кеңседе отырған шығарсың. Бірақ Алланың қолында бәріміз бірдейміз. Әке шешеңді көшіріп әкетіп едің, 4-5 жылда сүйегін әкелген жоқсың ба ауылға? Келгелі қатының жөндеп қарап та жатқан жоқ қой бізге. Ақылың өзіңе. Ишо маған бірдеңе дейсің ғой.
рахмет, ауылға қайтамыз. Жеңгесі бұрынғыдан да жүдеп қайтты. Өткенде Нұртайдың жолда бірдеңесі бұзылып тұрып қала беретін көлігімен ауылға тағы келді. Бұл жолы алдынан ешкім шықпады. Үйдің есігін ашып, іштен шыққан ашқылтым иістен танауы тосты. Үйдің тіршілігінің жауырдан бергі шын кескін келбетін көрініп тұр. Ауладан бастап кіре берісте айра-жайра шашылған үйдің іші де жабынсыз жалаңаш терезедей құлазып, тозыңқы көрінді. Төргі бөлмеге барды да кері шықты, жан жоқ. Бұл жолы ағасының шаңырағына келгенде адыра қалғыр, айдалаға келгендей болды. Келесі бөлмеге кіріп еді. Ағасы теледидар қосып қойып, онысын мәнсіз көз салады. Әлгі салам, о, қашан келдің, деп қуанып қалды ағасы. Көптен ас суын дұрыс емес пе? Кеспіні ошақ басынан ұзамай омалып отырған көтерем шалға ұқсап көрінді. Қайным келді деп алдынан баяғыдай жүгіріп шықпаған жеңгесін түкпірдегі қараңғы бөлмеде жатыр екен. Бөлмеден ашыған бірдеңенің әлде шаңға бөккен құрым киіздердің иісі ме шығып тұр. Қасына тізе бүкті. Жеңеше амансыз ба? Бұл мен ғой. Жеңешесі көзін ашып алды да бұның бетіне бажырайып қарап жатып таныды. Қайным, сенбісің, деді ақырын ғана. Сыпайлап бұның қолын ұстады. Сырқатының апта санап кеулеп күні кемігенін байқалады. Күнінде тары түйгенде келімен келсапты, күскілеген қарулы жеңгесінің саусақтары да жіңішкеріп, білегі де баланыкіндей болып қалыпты. Қалайсың, жеңеше? Шүкір. Осы айтқанда жеңгесі бүкіл күшін жиып, тістеніп барып, дем шығаруға тырысқандай. Ауруды басатын дәрі әкелдім. Рахмет, айналайын. Ұйқың қалай, жеңеше? Айналайын, әппақ қайнымай. Жаман емеспін, бақытты бол. Осылай дегенде тауы жығылып, бәсеңдеген сары жүзі жымиғысы келді-ау. Әйтеуір жеңгесі бұған бір түрлі елжіреп бөлек қарағандай болды. Жанарынан қайынсының арнай келіп хал сұрағанына ризашылығы көрінді. Көкірегінен тұсы да аузымен ақтарылып айтуға келмейтін ризашылық, әлде қимастық болатын қайнысы осы жолы көзі жеткенде еді. Келінді естіген шығарсың. Оған бір барып қайтатын адам да табылмады ғой, деді бір кезде ухлеп. Келінді айтқанда жеңгесі ухлей берді. Ухлеген сайын шықпай қалған керем жасы ішінен кеулеп, кеппей қалған көзінің алдына шемен болып байланғандай, қарасы қайтып, манағы жымиғысы жоғалып, өң түсі суықталып көрінді. Қайнысы үндемеді. Інісімен келіні ренжісіп, ақыры келін кетіп қалыпты дегенді анада естіген. Ішін бірдеңе тырнағандай болғанымен ағасы мен жеңгесі үшін арағайындылық жүріп, келіннің әке-шешесінің алдына барайын десе де, ар жағы көңіл дауаламаған. Буалдыр саналы інісіне сенбеген. Шай ішесің бе? Қайнатып берейін. Шайды өзің қайнатып, ағаң екеуің ішерсің. Бұл үйде саған шай қайнататын ешкім жоқ. Әлгі бала да көрінбейді ғой, вахтасына кеткен болар. Менің жатысым мынау. Қарсы алдындағы кішірейіп, шөгіп қалған жеңгесіне қарап отырып, қайнысының ішін мұң шалған. Қайран, Дариға жеңгем, қандай едің? Ағайынның бүкіл тойы мен жиынында қазан басының берекесін келтіріп жүретін, қайнағасының алдында бір кесіп өтпеген, біз сияқты қайнылардың қалжыңына көтеріп жеңгеміз-ай, сырқатың жаныңа баттау, ерінің тұшып сүйген перзентің шешесінің жайын айыратын халде емес, өзінің шала діни қиялынан өзі адасып ол жүр дегенді ойлады қайнысы. Дариғаны ой иектей берді. Сырқат меңдеген жүзіне дендей жайлаған бір
торғын ой. Әйел болғасын бәрін ойлайды. Бұған бірдеңе болса, ері қайтеді. Баласының ас суын кім жасайды? Егер қастарында бас қарайтын бұл жүрмесе, мұның үйінің жылуы қашпай ма? Кейде іштегі тұншыққан дүлей сыртқа күш алғанда қол аяғы байланып, тұла бойы сіресіп, неше күн бойы кірпігін ілінбей, қалжырап әрең ұйықтағанда бірдеңеден құлап кеткендей болып шошып оянады. Ертіне төзіп бағайын десе, бір жағы іштегі қайғысымен булыққан наласы буын-буынын алатын сияқты. Кеткен келінді ойлайды, оған барып әкесінің алдынан өте қайта әкелем деп жатқанда ешкім жоқ. Баласына көңілі қалды. Мүмкін өңді келген жас келіншектің уыздай әлепет қызғанатын шығар дейтін десті. Кішкентай ауылда бейсуат адам да жоқ. Сөйтіп бұлар немере аңсап, бір шақалақты күтіп жүргенде келіні жерік болған. Төрінен сәбидің өлі шықса, ұлының да қабағы жазылар деген. Немере сүйсе, сырқаты меңдеген бұның өзі де қуаныштан бойын тіктейтін көрінген. Ақыры көптен сарыла күткен аяулы аңсағандай боп немере де келген. Қыз бала соған әрең жетіп отырып, келіншегін ұрған жетесізге не дейсің? Екеуіне не жетпей қалғанын ми жетпеген адам өз қолын өзі кесе алмайды екен. Сөйтіп бұлардың азды кем қызығын көп көріп, келін ақыры баланы көтеріп кетіп қалды. Тәрбиесі оңды, айналайын-ай, 7 жылда 7 ауыз сөз айтпаған еді деп кеткен келіні мен немересін ойлағанда пәлен айдан бері көмейін бітеп тұрған, алған өксік ақтарылған. Айналайын қарағым деп бұрылды бұған ет жеңді кемпір. Анаң ғой, ақ сүтіңді кештім де. Кемпірдің бұл сөзі өңмейінен шаншу болып қадалғандай болды. Анаң ғой дегені несі? Жеңешең демей ме? Қаладан келген бала, естіп отырмысың? Саған айтам қарағым, бері жақындасайшы. Ақ сүтіңді кештім, бақұл бол де. Құдай куә, осы отырған бәріміз куәміз ғой. Үлкен кісілердің сертін осы кезге дейін бұзған емеспіз. Бірақ бүгін уақыты келген екен. Бақылдасып қал, сенің анаң осы дариға ғой. Сонда қалай? Со бойда іш қозғап, бірдеңе жүрегінің астынан лық етіп көтеріліп, жақындап келіп, өрттей ащы болып, алқымына тірелген. Егер кемпірдің айтқанын қылса, мына қол созым жерде топырақ астында жатқан әке шешесі қайтеді? Егер жеңгесін анам еді десе, мәуесі де, ығы да, саясы да болып алған әруақтарды сыйламағаны болмай ма? Кемпір де қоймайды екен, қайта-қайта айтқызып барып, амалы таусылып, ақырын ғана ақ сүтіңді деді бұл. Ғұмыры сарқылғанша ешкімнің бетіне тіке қарамаған, жел болып тимеген, дүние ауса да өзгермей кеткен апам-ай. Немерелері жаныңда томпаңдатып ертіп жүре алмадың-ау. Еңірей төгіліп, сай сүйегін кеміріп ала жөнелген зарлы үн қазаға келгендердің бәрін жалт қаратты. Бұл жоқтаған келіні екен, енесіне топырақ салуға келген. Ағасы үнсіз, аз күннің ішінде қатары сиремесе де қайраты кеткен адамға айналыпты. Жаратылысында онша жұмсақ болмаса да көңіл айта келгендерге жаутаңдап қарайтындай ма? Қабір басында бұның көзінше жас шықпады. Дымқыл топырақты алақанымен үге берді. Бұрынғыдай жеңгем дейін десе, ол шындық өзгеге, демейін десе, басқа шындықты мойындап көрмеген. Бұл жолы әке-шешесінің басына да бөгелмеді. Кешелі бері оларды ренжітіп, күпірлік бірдеңе істеп қойғандай ма? Бұны асырап баққан адамдардың алдында адал болмағандай ма? Әйтеуір бір зіл батпан батып
жүрегінің басына бүк түсіп жатып алғандай болды. Соңына көз салды. Жеңгесі бір төмпешік болып қалып барады. Ертең мына қабірдің бетін жел уытып, су шайып, жеңгесі жайлы бірлі жарлы естеліктер ескіреді. Мына дымқыл топырақта кеуделерді кебін тапқан айналады. Мына қорымға келетіндер де сейрейді. Айдалаға кім келе берсін? Бұның баласы келе ме бұл жерге? Ай, келмейді-ау. Сен анда-санда келіп тұрсайшы, деді ағасы бұл кетерде. Екі араның жолы кемітіп, айтсаң 400, асырып айтсаң 500 шақырым болар. Ыңғайлы келсе келіп тұр. Біздің ауылда өзі 5 үй қалды ғой. Оның өзі қалаға көшкен балаларына ермей қалған қисық қыңыр шал кемпір. Ата-бабам жатқан кәрі жұртты күзеткендей не тапқам дейсің? Дариға да осы жерге жіпсіз маталып өтті ғой. Ағасы өзін өзі мазақтағандай миығынан күлді. О, байғұс, не көрді дейсің? Жастықпен талай қолымда тиді ғой. Ішкен адамда ес бола ма? Әкірей іштім, сабадым, бәрін көрді. Сонда да әке-шешеме қызмет қылды. Тұңғышын ағамның бауырына салам дегенде де көнді. Үндемеген қалпы бәріне мойынсұнып болып өтті. Енді мынау артында қалам деп ойлаппын ба? Ағасы алақанын маңдайына апарып, пенделіктің буын піскен кезін есіне алды ма, әлде өзінше тәубеге келді ме? Екі иығы бүлкілдеп, сәл кідіріп қалды да сөзін қайта жалғады. Ғұмыр дегенің таң алдындағы қып-қысқа бір қайырымға келмей жалт кетіп көрген бұлыңғыр бір түсті екен. Қамшының сабындай деп неге айтады десем, тура қамшының қысқа сабындай шолтақ ете түседі екен. Пах, мен де сол ақыл есім дұрыстай жөніммен жөнелсем дейм. Олай бұлай болсам орным мәзір. Кеше жігіттерге айтып бір үлкен тасты көтерттім. Дариғаның оң жағына қойдырдым. 4-5 үй бар ауылдың қорымына кім таласады? Қабірімді қай жағынан қаздырсаң да жер жетеді емес пе? Дегенді айтқысы келді ме? Көзінің сүйегі ішіне қарай кемірілгендей түрі бұзылып, беті тұжырайған ағасына қарап үндемеді. Айтпақшы, жеңешемнің сен көлік алсаң көрімдігіне берем деген жабыны тұр еді. Соны ұмытпа. Ағасы бұның қолына үлкен буманы ұстатты. Қаласына қайтып келді. Дүние баяғысынша жайбарақат, тек мұның көкірегі ғана әлем-жәлем. Бала кезде шешесінің бұны немере ағасының ауылына жібергісі келмейтіні, немере ағасы бұларға келе десе, көшенің арғы басындағы біреудің үйіне мәнті кәстрөлі бар екенін естіп, түсіп, жұмсап жіберетіні. Бір-екі рет сол ауылға барған кезде бұған көздерін қадаған 2-3 кемпірдің бастарын түйістіріп ұқсап тұр емес пе деп өзара шүңкілдескенін құлағы шалса да оған мән бермегені. Бәрі есіне түсті. Аяқ астынан ойшыл болып кеткендей. Жоқ, ешкімге өкпесі жоқ. Кімге өкпелейді? Қайтадан жеңешесін ойлады. Тәмамдалған бүкіл сапары сол ескі саман үй мен қорасынан әрі ұзамаған жеңгесінің кішкентай ғана ғұмырыма. Ағасының шаңырағының да жылуы бірге кетті-ау. Адам бейшара осылай жүреді де бір күні жалп ете түседі. Сонда бәрі бітеді. Жанында тек мүлгіген тыныштық қана қалады. Тыныштық қорқынышты емесі анық. Сонда өлімнің несі үрей деп ойласа да, әлде қалай бойы тоңазыды. Қолындағы буманы ашып көрді. Жеңешесі мәшина орындығының жабынын сұр түсті түкті барқыттан мәйек секілді оңай киіліп шешілетін қылып, бір сабақ жібін шашылмай әдемілеп тігіпті. Сырқаты жанына батып жүріп те
бар өнерін салғанақ екен. Бірдеңе бұлдырағандай болған. Көз алдын көлекештеп тұрып алған көзінің жасы екен. Әңгіменің авторы Жадыра Шамұратова.